Радардан жерді шарлап ұшып жатқан ұшақтарды бақыласақ, олар осы жерді айналып ұшатынын байқаймыз. Бірақ негізінен бұл 4 Франция сиятындай құрлықтың үлкен бөлігі. Ұшақтар бұл жердің үстіне неге ұшпайды екен? Радардағы бұл жер жай ғана тегіс жер емес. Бұл шамамен 2,5 миллион шаршы километр жерді алып жатқан Тибет таулары. Әуе компаниялары Тибет тауларының үстінен қауіпсіздік, техникалық қиындықтар мен аймақтың географиялық қолайсыздық себептерінен ұшудан бас тартады. Негізгі себептерін біртіндеп қарастырайық. Тибет тауларының орташа биіктігі 4500 метр, және онда жердің ең биік нүктесі 8849 метрлік Эверест орналасқан. Жоғары биіктік ұшақ қозғалтқыштарында ақаулар туғызады, себебі олар тиімді жұмыс істеу үшін тығыз ауа қажет, ал биіктік жоғарылаған сайын ауа тығыздығы азая береді. Бұл әсіресе апат жағдайында ұшақтың жылдамдығы мен биіктігін дұрыс басқаруға кедергі етеді. Тибет өте шалғай және аз қоныстанған аймақ болғандықтан, онда әуежайлар мен төтенше жағдайларда қонуға ыңғайлы орындар өте аз. Егер қозғалтқыштың істен шығуы немесе басқа техникалық ақау сияқты төтенше жағдай болып қалса, ұшаққа жедел түрде қону үшін қолайлы орын табу қиын болады. Сондықтан бұл аймақ әуе компаниялары үшін қауіпсіздік жағынан қолайсыз. Тибетте ауа райы өте экстремалды болуы мүмкін. Мысалы, күшті желдерден ұшақ қатты турбуленттілікке ұшырауы мүмкін. Сонымен қатар, бұл аймақта жиі дауылдар болады, әсіресе қыс айларында. Мұндай ауа райы жағдайлары ұшақтарға қосымша қауіп төндіреді. Әуе компаниялары аймақтағы болжамсыз немесе қауіпті ауа райынан аулақ болуға тырысады. Қытай үкіметі Тибеттегі әуе кеңістігін қатаң бақылайды. Бұл аймақтың геосаяси жағдайына байланысты. Кейбір жағдайларда Тибет аймақтарының әуе кеңістігі әскери немесе қауіпсіздік мақсатында коммерциялық рейстер үшін шектелген болуы мүмкін. Әуе компаниялары ұшу бағыттарының отынның тиімділігі, әуе қозғалысын басқару ережелері және қолайлы биіктіктер негізінде мұқият жоспарлайды. Ал Тибет таулы қыратының биіктігі мен шалғайлығы тиімді ұшу жолдарын жоспарлауды қиындаттырады. Сол себепті коммерциялық рейстер осы аймақта айналып өтеді. Тибет таулы қыраты коммерциялық рейстер айналып ұшатын жалғыз жер емес. Одан басқа ұшақтар Оңтүстік Америкадағы Амазонка джунглилері, Сахара шөліндегі аймақтардың үстінен ұшпайды. Тағы бір мысал ретінде, Тынық мұхитында орналасқан Тувалу, Маршалл аралдарын келтіруге болады. Шағын аралдарда экстерн қонуға мүмкіндік болмағандықтан, кейбір әуе компанияларда мұхит үстінен ұшуға шектеулер бар. Сондай-ақ, Қазақстанның Тянь-Шань, Алтай таулы аймақтарынан үстінен де ұшпайды. Себебі ол жерлерде Тибет тауларындағыдай жоғарғы биіктік пен қолайсыз ауа райы қиындықтар тудыруы мүмкін.